Бірінші мен сізге бір мәселелерді айтып алайын. Бірінші бұл ислами діни ақпараттар барлығы мүфтият бекітілген сайттардан алынған. Екінші, мен дін адамы емеспін. Мен тек қана 5 уақыт намазымды оқитын мұсылманмын. Альхамдулиллах, мұсылманмын. Және мен сізге осы ризық табу, одан кейін халал ризық табу деген тақырыптар болады. Ол сізде осылай қалып қоймасын деп, сосын қараймын деп, одан кейін осы ақпаратты іздемей қалмай, одан кейін осы ақпаратты білмей қалмасын деп, сізге көмек ретінде осы курстың ішінде сізге айтып беретін болдым. Бірақ бұл ақпарат барлығы интернетте бар, яғни мүфтият сайттарында бар. Соны ескеріңіз. Ризық табу тақырыбын бастайын. Раббың ризықты қалағанына мол береді, қалаған азайтады. Исра сүресі 30 аят. Аллахтың кімге көп, кімге аз ризық берген көбі білмейді. Сәбә 36 аят. Аллахтан қорқатын адамға күтпеген жерінен ризық келеді. Талақ 2-3 аяттары. Кімде-кім Аллах тағаланың әмір еткендіктен жұмыс істеп, ризығын халал жолдан іздесе, ежелде белгіленген ризығына қол жеткізеді. Бұл ризық оған берекетті болады. Осы істеген жұмысына да сауап алады. Егер ризығын Аллах тағаланың тыйым салған жерлерін іздесе, тағы да сол ежелде ажыратылған белгілі ризыққа қол жеткізеді. Бірақ бұл ризық оған хайырсыз, берекетсіз болады. Ризығына қауышу үшін істеген күнәлары да оны пәлекеттерге жетелейді. Аллах тағала мұсылман ризығын күтпеген жерден береді. Аллахтан қорқыңдар, тілектеріне қауышу үшін жақсы себептерге жабысыңдар, жаман себептерге жоламаңдар. Ешкім тағдырда белгіленген ризығына қауышпағанша өлмейді. Хаким. Ажалдарың сендерді қалай аңдып жүрген болса, ризықтарың да солай аңдиды. Егер ризыққа жету үшін қиыншылық көретін болсаңдар, Аллах тағаланың бұйрығына сай әрекет етіңдер. Табарани. Аллах тағалаға толық тәуекел еткендерінде таңертең аш кетіп, кешке тоқ қайтатын құстар сияқты ризыққа қауышар едіңдер. Тирмизи. Ризыққа қауышқан адам көп хамд, шүкір етсін. Хатиб. Ризық айлыққа, мал-мүлікке, жұмыс істеуге байланысты емес. Алайда Аллах әмір еткендіктен жұмыс істеу керек. Өйткені Аллах тағаланың істері себептерінің астында көрініс табады. Әдеті осындай, бірақ кейде себепке жабысқан болса да, ол іс орындалмауы мүмкін. Яки себепсіз де орындалуы мүмкін. Яғни адам жұмыс істеп, одан кейін осы себепті өзінің ризығына қауышуы мүмкін. Немесе ешқандай себепсіз Аллах тарапынан сондай үлкен ризыққа ие болуы мүмкін. Яғни бұл тек қана Алла тағала біледі. Берген нығметімді менен келгенін біліп, өзіне тиесілі деп ойламаған адам нығметтердің шүкірін орындаған болады. Яғни бізге байлық келген соң біз оған шүкір етіп, бұл Аллах тарапынан бізге келгенін түсінуіміз қажет, шүкір етуіміз қажет. Сонда біз шүкір еткендей боламыз. Ризығын өзінің жұмысының нәтижесі деп біліп, менен келгенін мойындамайтын адам нығметтің шүкірін орындамаған болады. Имам Ғазали. Яғни сіз жұмыс істеп, одан кейін табыс көріп, одан кейін бұл менің жұмысым, тек қана менің жұмысым арқылы келген деп айтсаңыз, бұл сіз Аллахтың сізге берген байлықты шүкір етпегеніндей тең болады. Яғни сізге Аллах бізге көмектесті. Аллах беруші, Аллах алушы. Бір сәтте Аллах бізге байлық беру мүмкін. Біз жұмыс істеудің арқасында, себептердің арқасында, бұл себептер болады. Немесе Аллах бізден
любой сәтте бір мал мүлкіміз бір сәтте жоқ болып кетеді. Соны ұмытпауымыз қажет. Хамд ету, Аллах тағалаға шүкір ету деген сөз. Әр нығметтің Аллах тағаладан келгеніне сену керек. Халал ризық жайлы. Енді біз халал ризық жайлы Аллах тарапынан қандай ақпарат бар екенін білеміз. Бір мұсылман табысын халалдан тауып, ешкімге мұқтаж болмаса, көрші мен туыстарына жәрдем берсе, қияметте айдың 14-ші күнінде нұр шашады. Байхаки. Ғибадат 10 бөлімнен тұрады, 9-ы жұмыс істеп халалдан табу. Дайлями. Күн көрісін халалдан табу Аллах жолындағы жихад сияқты. Дайлями. Яғни көрдіңіз бе? Қандай бұл халал жұмыс жасау, қандай үлкен сауап, қандай нығмет. Халалдан ақша табу үшін қиыншылық тартқан адамға жәннат уәжіп болады. Имам Ғазали. Ибрахим Адхам хазіреттері арқасында отын тасып, ризығын табатын еді. Бауырларың сені ештеңе мұқтаж қалдырмайды ғой, неліктен отын тасып жүрсің деп сұрағандарға, хадис шәрифте халалдан табу үшін қиыншылық шеккендерге, қорлық көргендерге жәннат уәжіп болады делінгендіктен осы жұмысты істеп жүрмін деген деді. Саадат ақпарат көздері. Яғни көрдіңіз бе, оның ешқандай мұқтажы болмаса да, ол адам Ибрахим Адхам хазіреттері қандай мұқтаж болмаса да, ол осы хадиске қарай, яғни бұл осындай халал ақша табу жолында қиыншылық көрген адамдар осындай жәннатқа уәжіп болады, яғни парызға жақын сондай адамға бұл жәннат уже обязательныйға жақын болады дегендіктен сондай жұмыс жасаған. Оған осы жұмыс керек болмаса да. Кейде халал ризық табу қиынға келу мүмкін, бірақ сол арқылы біз Аллахтың қолдауында боламыз. Және екі дүниемізге біз берекет әкелеміз. Мысалы, харам арқылы ақша табу тез, оңай, ал халалмен табу біраз еңбек, зеректік талап етеді. Уақыт талап етеді. Сондықтан қалай болса да Аллахтың заңдарын бұзбауымыз керек. Халал ризық тапсақ, нұр үстіне нұр болады. Соны ұмытпайық. Істеу ғибадат. Алла тағала кәсіп иесі болған мүмінді жақсы көреді. Табарани. Яғни біз өзіміздің бір кәсіптің иесі болып табысты болсақ, бұл бізге көп нығметтер әкеледі. Бірінші, бұл Аллах тарапынан біз үлкен сауапқа ие боламыз. Біз халалдан табамыз. Біз мұқтаж болмаймыз. Біз жақындарымызға көмек береміз. Балаларымызды ешкімге мұқтаж етпейміз. Біз ата-анамызға сыйлықтар береміз. Одан кейін сауап аламыз. Және біздің көп шашамай, аз жұмыс істеп, ақша тапқандықтан біз ғибадатымызға көп уақыт бөлеміз. Және біз халалдан әр күн сайын халалдан жұмыс жасаған соң біз әр күн сайын сауап аламыз. Жұмыс істемей өзін садақа сұрайтындай жағдайға түсірген адам 70 нәрсеге мұқтаж болады. Термизи. Көрдіңіз бе? Осындай жай отырғанша, басқа біреулерге мұқтаж болғанша, өзіміз жұмыс істеген Аллахтың тарапынан одан да жақсы көрінеді. Аллах тағала жұмыс істеген еңбекқор, табысты мұсылманды жақсы көреді. Халалдың жолымен, сондай ешкімді алдамай, халалдың жолымен жұмыс жасаған еңбекқор мұсылманды жақсы көреді. Жихад тек қылышпен сайысу емес, ата-ананы, бала-шағаны асырау, ешкімге мұқтаж болмау үшін жұмыс істеу де жихад. Жұмыс істеп ешкімге жүк болмаған адам муджахид, жихад етуші. Асакир ақпарат көздерінен.
Көрдіңіз бе? Бұл қандай үлкен нығмет. Бұл жұмыс істеу де бізге ғибадат болып тұр. Қалай біз намазымызды оқимыз, жұмыс халалдан орындасақ, ол да бізге үлкен ғибадат ретінде жазылады. Алла қандай бізге мейірімді. Ешкімге мұқтаж болмау үшін жұмыс істеу өте құнды амал. Пайғамбарымыз Хазіреті Муазбен қол алысқан кезде былай деді: ей Муаз, қолдарыңа күс басып кетіпті ғой. Я, солай. Я Расулаллах, қолыма кетпен алып топырақ қазумен айналысамын. Осының арқасында бала-шағамның нәпақасын тауып жүрмін. Сонда сүйікті пайғамбарымыз Хазіреті Муазды сүйіп, бұл қолды тозақ оты жақпайды деді. Тибиян. Машалла, көріңіз бе, қандай хадис шариф. Тағы бір күні бір жас жігіт таңертең ерте жұмысқа бара жатқан еді. Сахабалардың кейбірі мұны жөн көрмеді. Сонда араларында отырған сүйікті пайғамбарымыз былай деді: олай демеңдер, егер ешкімге мұқтаж болмау, ата-анасын және жан ұясын ешкімге мұқтаж қылмау үшін жұмысына бара жатқан болса, әр қадамы ғибадат болып саналады. Көрдіңіз бе? Егер тапқан ақшасын мақтану, төгіп шашып, мастану мақсатында қолданбақшы болса, онда ол шайтанмен бірге. Табарани, қайнар көздерінен. Көрдіңіз бе, қандай нығмет бұл, халал ақша табу. Әр қадамымыз бұл ғибадат. Жұмысқа бір офлайн жұмысты жасасаңыз, әр қадамыңыз сіздің ғибадат болып санады. Инстаграмда жұмыс жасап, парақшаңызды ашып, бір қадамдар жасап, бірінші мысалы шапка профиль толтырасыз, мынаны лентаңызды, контент план жасайсыз, анау-мынау сол істерін жасайсыз. Әр қадамда сіз сауап аласыз, әлі ақша таппасаңыз да. Себебі сіз халал ризық табуға ұмтылып жүрсіз. Аңғарылып тұрғандай, мұсылманның жақсы ниетпен жұмыс істеуі ғибадат. Бірақ кәпірдің және харамдардың бәрін істейтін адамның жұмыс істеу ғибадат болмайды. Көрдіңіз бе? Яғни кәпірлер олай жұмыс жасаса, олай нығметке бөлінбейді. Және харамдардан, мұсылман мысал болса да, харамдардан жұмыс істесе, ондай нығметке ие болмайды. Намаздың не қажеті бар? Жұмыс істеудің де өзі де ғибадат қой деп айту да үлкен қателік. Олай айтқан адам кәпір болады. Намаз оқитын харамдардан сақтанатын адамның жақсы ниетпен жұмыс істеу ғибадат болады. Яғни біз намаз не қажеті бар? Жұмыс істеудің өзі ғибадат деп тастап кетуіміз ол үлкен қателік, е? Яғни біз жұмыс істеу ғибадат деп намазымызды тастамауымыз қажет. Ол ең бірінші намаз. Олай айтқан адамдар кәпір болып кетеді. Яғни әр мұсылман біледі, намаз ол парыз. Парыз бекітілген нәрселерге жоқ. Ол олай болмайды. Оны жасау керек емес деп айтқан адам діннен шығуы мүмкін. Сондықтан осындай мәселелерде өте сондай ақырын болу керек. Сақ болуымыз қажет. Яғни біз харамдардан сақтануымыз қажет. Және жақсы ниетпен жұмыс істеуіміз қажет. Және ең басты бұл намаз оқуымыз қажет.